Аға, не істейсіз, бастай берейін ба? Бастай беріңіз, ай. Сөйлей беріңіз, ай. Армысыздар. Бүгінгі конференцияға қатысып отырған құрметті достар, аға офицерлер мен сержанттар. Бүгін біз ел болашағы жас ұрпақтың санасында отансүйгіштік рухты қалыптастыру, ұлттық құндылықтарды дәріптеу мәселелеріне арналған маңызды ғылыми-практикалық конференцияда бас қосып отырмыз. Ең алдымен өзімді таныстыра кетейін. Сіздерге мен Алматы қаласы Жетісу ауданы Сүйінбай атындағы нөмірі 143-ші мектеп лицейінің алғашқы әскери және технологиялық дайындық пәнінің оқытушы ұйымдастырушы Жорай Ғалымжан Асатбекұлы. Әскери шенім сержант, педагогикалық еңбек өтілім 15 жыл, және қазіргі сәтте педагог сарапшымын. Бүгінгі менің авторлық бағдарламамның тақырыбы жас ұрпақтың әскери патриоттық дайындығын жетілдіру жолдары аясында болмақ. Жер тағдыры әрбейлі ұрпақтың қолында екенін ескерсек, бүгінгі жиынның мәні мен маңызы зор деп білемін. Қазіргі жаһандану үдерісі жағдайында ұлттық мемлекеттердің тұрақты дамуы, жастардың азаматтық ұстанымы мен патриоттық санасының қалыптасуы деңгейі тікелей оның өсіп жатқан ортасына байланысты. Патриоттық тәрбие тұлғаның рухани адамгершілік қасиеттерін дамытудың, ұлттық бірегейлікті сақтаудың және қоғамдық келісімді нығайтудың маңызды факторлары. Отандастық деген халық даналығы патриотизм ұғымының керек әлеуметтік философиялық мәнін айқындайды. Патриотизм жеке тұлғаның туған еліне, жеріне, тілі мен мәдениетіне деген саналы сүйіспеншілігі және мемлекеттің дамуына жауапкершілікпен қарауы. Рухани тұрғыдан патриотизм азаматтық сана, ұлттық жауапкершілік және әлеуметтік белсенділік ұғымдарымен тығыз байланысты. Бұл қасиеттер тұлғаның қоғамдық ортада қалыптасу барысында біртіндеп дамиды. Патриоттық тәрбиенің бастапқы негізі отбасында қаланады. Отбасылық құндылықтар жүйесі арқылы жас ұрпақтың дүниетанымы мен азаматтық ұстанымы қалыптасады. Ұяда не көрсең, соны білерсің деген мақал отбасының тұлға тәрбиелеудегі жетекші бөлім ғылыми тұрғыдан дәлелдеп отыр қазіргі кезде. Әлеуметтік орта, қоғамдық институттар бұл үдерісті жалғастырып толықтырып отырады. Білім беру ұйымдарының патриоттық сананы жүйелі түрде қалыптастыратын негізгі әлеуметтік орта болып табылады. Оқу бағдарламаларында ұлттық тарихты, мәдениетті, мемлекеттік рәміздерді меңгерту арқылы жады мен ұлттық бірегейлік қалыптасады. Өткенін білмеген елдің болашағы бұлыңғыр қағидасы тарихи сабақтастықтың тәрбиелік маңызын көрсетеді. Патриоттық тәрбие оқу процесімен қатар тәрбие жұмыстары арқылы кешенді түрде іске асырылады. Мемлекеттік тіл мен ұлттық мәдениет, ұлттың рухани тірегі, ана тіл тұлғаның өзіндік санасының қалыптасуына негіз болады. Тілі жоғалған ел өзі де жоғалады деген тұжырым тілдің мемлекеттік пен ұлттық тұтастықтағы маңызын ғылыми тұрғыда дәлелдейді. Жастарды қоғамдық өмірге белсенді қатысуы, олардың жауапкершілігін арттырып, патриотизмді іс-әрекет арқылы қалыптастырады. Волонтерлік қызмет, әлеуметтік жобалар мен қоғамдық бастамалар
азаматтық белсенділікті дамытуға тиімді құрал болып табылады. Елге қызмет ету ерке міндет қағидасы азаматтық парыз ұғымын айқындайды. Әскери патриоттық тәрбие жастардың отан қорғау міндетін саналы түрде қабылдауына ықпал етеді. Алғашқы әскери дайындық пәні сабағы, патриоттық клубтар мен әскери тағылымдық іс-шаралар ел қауіпсіздігіне деген жауапкершілікті қалыптастырады. Ел шетіне жау тисе, ер едігінен су кешер деген батал ерлік пен отансүйгіштік ұғымдарының мәнін ашады. Құрметті әріптестер, бұл ең авторлық бағдарламаның кіріспесі болатын. Бағдарламаның негізгі мақсаты оқушылардың әскери патриоттық тәрбиесін жүйелі түрде дамыту, ел қауіпсіздігі мен қорғанысына саналы көзқарас қалыптастыру, болашақта әскери қызметте қызығушылығын арттыру болып табылады. Бағдарламаның міндеттері оқушыларды Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылымы мен міндеттерімен таныстыру, әскери патриоттық дәстүрлер мен тарихи тұлғалар ерлігін дәріптеу, әскери қызметтің мәні мен маңызын ұғындыру, командалық және ұжымдық жұмыс дағдыларын дамыту, төтенше жағдайларда өзін-өзі ұстау мен алғашқы әскери дайындық дағдыларын қалыптастыру, елжандылық, батылдық, жауапкершілік сияқты тұлғалық қасиеттерді тәрбиелеу. Бұл бағдарламаның өзектілігі қазіргі заманда ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету мен жастардың азаматтық патриоттық рухын қалыптастыру мемлекет дамуының маңызды бағыттарының бірі болып табылады. Әлемдік жаһандану үдерісінде жас ұрпақтың ұлттық сана сезімін, отанға деген сүйіспеншілігін арттыру, ел мүддесін қорғауға дайын болу қажеттілігін артып отыр. Осы тұрғыдан алғанда жас ұрпақтың әскери патриоттық дайындық жетілдіру жолдары бағдарламасы оқушылардың патриоттық мәдениетін нығайтып, ел қорғауға деген жауапкершілігін арттыруға бағытталған өзекті жоба болып табылады. Бағдарламаның құрылымы логикалық және жүйелі әртүрлі өзара байланысқан сабақтық нормаларға сәйкес тиімді бөлінген әскери қорғаныс, төтенше жағдай және алғашқы медициналық көмек көрсету дағдылары оқушылардың өмірлік құндылықтарын арттыруға және қауіпсіздік мәдениетін қалыптастыруға ықпал етеді. Бағдарлама тұлғаның жан-жақты дамуына, оның бойында азаматтық жауапкершілік, ұлттық сана, отансүйгіштік, батылдық, тәртіп пен ерік-жігер қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ әскери қорғаныс саласына қызығушылығын арттырып, болашақ мамандық таңдауына ықпал етуге мүмкіндік береді деп сенеміз. Нәтижелер, құрметті әріптестер, отанды сүюдің мәнін және патриот болудың жауапкершілігін түсінеді. Қазақстан Республикасының қарулы күштерінің құрылымын, әскери ант пен жарғылардың мазмұнын біледі, тәртіп, ерлік, ұйымшылдық, жауапкершілік қасиеттерін дамытады, төтенше жағдайларда өзін-өзі ұстау мен алғашқы көмек көрсету дағдыларын меңгереді, азаматтық борыш пен ел алдындағы міндеттерін сезінеді. Әскери қызмет пен ел қорғауға дайындықтың маңызын түсінеді және де тәжірибеде қолдана алады деген сенімдемін. Құрметті әріптестер, авторлық бағдарламаның қысқаша мазмұны осы. Мына алдарыңызда тұрған бейне суретте менің 15 жылдық жұмыс барысында жасаған жұмысымның жемісі деп айтсам да болады. Алдарыңызда тұрған менің оқушыларым дәл қазіргі кезде Қазақстан қарулы күштерінің қорғаныс саласында офицер мамандығын атқарып жатыр. Қалған үшеуі дәл қазіргі кезде осы Алматыда орналасқан жоғарғы оқу орындарында 2-ші және 3-ші курс студенттері. Атап айтсақ, Лебай Руслан, Қайрақбек Ахмет, Сартбай Заңғар және де осы жігіттер болады. Осы жігіттердің болашақта өз отанына деген антына адал болып қызмет атқаратынына мен сенімдімін және де осы оқушылармен мен етене жұмыс жасап отырмын. Дәл қазіргі кезде олар әрқашанда менімен байланыста, мектепке келіп өздерінің үгіт насихат жұмыстарын жүргізуде мені және де болашақта мен үміттемін.